Өткен сабақта біз сіздермен бірге үлкен сегіздік деген терминмен таныстық. Енді қазіргі кезде біз үлкен сегіздік емес, үлкен жетілік деген сөзді қарастырамыз. Өйткені сіздер білесіздер, оның қатарына біз қазіргі таңда Ресей Федерациясын қоспаймыз. Жалпы осы үлкен жетілік елдерінің мамандануын қарастырамыз қазір сіздермен бірге. Ең алдымен мамандануды қарастырмас бұрын сіздермен бірге мамандану деген сөзге анықтама жасап алайық. Мысалға, мамандану. Кез келген мемлекет шаруашылықтың бір саласына маманданады. Мысалға алайық, барлығымызға белгілі Герман Федеративті республикасын алайық, яғни Германияны алайық. Германияның үлкен жетілікке кіреді. Германияның негізгі маманданған саласы, оның машина жасау өндірісі. Біз машина жасау өндірісі дегенде тек қана 4 дөңгелегі бар машинаны айтпаймыз. Сонымен қатар машина жасау өндірісіне компьютерлар, сандық технологиялар, холодильниктер немесе басқа да техникамен жұмыс жасайтын құралдар енеді. Автомобиль өндірісі, машина жасау өндірісінің ішінде Германия. Сонымен қатар біз білеміз әртүрлі Штаданиш фарм, Рацио фарм, Хилакфорте, немесе Сандос, яғни фармацевтикалық фирмалар. Яғни Германия дегенде, Германияның негізгі мамандану саласы машина жасау мен фармацевтика саласы болады. Мысалға, алысқа кетпей-ақ сіздермен бірге Францияны алайық. Францияда үлкен жетілікке кіретін мемлекет. Францияда үлкен жетілікке кіреді. Франция дегенде, Францияның мамандану саласына бізге міндетті түрде әртүрлі косметикалар, мысалға L'Oréal Париж деген сияқты, немесе Coco Chanel, және әртүрлі қымбат сәнде көрсетілген киімдер кіреді. Сонымен қатар Франция машина жасау саласына да маманданған. Яғни мамандану дегеніміз белгілі бір мемлекеттің шаруашылықтың бір негізгі бір саласын өндіруге мамандануы. Мысалға, Қазақстанның негізгі мамандануы бидай өсіру. Бидай өсіру демекші, енді біз елдердің негізгі мамандануына байланысты шаруашылық секторларына қарайық. Бірінші категориялы елдер бар, олар ауыл шаруашылықты елдер. Яғни олар балық аулаумен, орман шаруашылығымен, аң аулаушылықпен, немесе егін өсірумен, яғни ауыл шаруашылығын кез келген түрлерімен айналысады, мал бағумен. Мысалға қарап отыратын болсақ, көбінесе оңтүстік шығыс Азияның елдері, Камбоджаны айтуға болады, және Африкадан Сомалиді айтуға болады, Азиядан Ауғанстанды айтуға болады. Бұл елдер негізінен аграрлы елдер болып саналады. Яғни олардың жалпы ішкі өнімінің негізгі 50% осы ауыл шаруашылығынан түседі. Мемлекетте 100% халық деп алатын болсақ, соның 50% егер ауыл шаруашылығында еңбек ететін болса, онда ол елді біз аграрлы ел деп атаймыз. Мысалға, Қазақстан негізінен аграрлы ел болып саналады. Өйткені негізінен бізге пайда осы ауыл шаруашылық өнімдерінен келеді. Екінші елдердің тобы бар, ол бізде индустриалды шаруашылықты елдер. Индустриалды шаруашылық елдерге біз көбінесе жатқызамыз, жалпы ішкі өнімнің негізгі бөлігіне табыс осы индустриалды шаруашылықтан келеді. Оларға біз атқызатын болсақ, мысалға, ТМД-ның кейбір елдері, Қазақстанды да айтуға болады, Ресейді айтуға болады, Шығыс Европаның елдері, және Балтық бойы елдері, Латвия, Литва, Эстония көріп тұрғанымыздай, және Латын Америкасының елдері осы индустриалы елдерге жатады. Неліктен бұларды индустриалы елдер дейміз? Себебі мемлекет халқының 30%, яғни жартысынан аз бөлігі көбінесе өнеркәсіпте жұмыс жасайды. Өнеркәсіп деп отырғанымыз олар машина жасау, немесе металл балқыту, кен қазу, қазба өндіру деген сияқты өнеркәсіпте жұмыс жасайды. Бұларды біз индустриалы елдер деп атаймыз. Үшінші түрі бар. Өздеріңіз ойлап қарасаңыздар, енді үшінші түрі қызмет көрсету саласы. Өткен сабақта өткен болатынсыздар сіздер. Мемлекет халқының 60%-ға жуығы қызмет көрсету саласында жұмыс жасайды. Олар, мысалға, банктерде, әртүрлі ойын-сауық орталықтарында, ғылыми ағартушылық орындарда, университеттерде, немесе мектептерде. Яғни халықтың 60% сол салада қызмет көрсетсе, онда ол ел постиндустриалды шаруашылықты ел болып саналады. Мысалға, Қазақстанда
адамдар көбінесе ауыл шаруашылық секторында жұмыс жасайды. Қазақстан аграрлы ел, сонымен қатар біздің тұрғындарымыз өнеркәсіпте де жұмыс жасайды, яғни индустриалды. Сонда Қазақстанды индустриалды, аграрлы ел деп айта аламыз. Кез келген мемлекет тек қана аграрлы болып қана қоймайды. Мысалға, орталық Американың елдері Гондурас, Коста-Рика, Гватемала, Куба, Никарагуа деген сияқты. Сонымен қатар олардың қасында аграрлы индустриалды немесе аграрлы постиндустриалды, аграрлы индустриалды, постиндустриалды елдер болып та бөліне алады. Сонымен үлкен жетілік елдерінің мамандану саласы негізінен машина жасау өнеркәсібі және ауыл шаруашылық өндірісі, аздаған мөлшерде шикізат өндірісі. Мына жерге картаға көріп тұрсақ, қазір осы карта бойынша өздеріңіз жұмыс жасайсыздар. Сервистік батыс елдері, мысалға қараймыз картаға барлығымыз. Сервистік батыс елдерінде көріп тұрғанымыздай, негізінен сервистік батыс елдеріне біз Солтүстік Американың, ақш пен Канаданы және Европаның бірқатар дамыған мемлекеттерін жатқызамыз. Бұл дегеніміз сөз, дәл осындай шаруашылық басқа материктерде жоқ деген сөз емес. Негізінен сервистік батыс орталықтары, яғни негізінен машина жасау немесе технологиялық өндірістер осы Европа мен Америкада негізінен шоғырланған деген мағынаны білдіреді.